14 ғасырда Алтын Орда аймағында жазылған көркем әдеби мұраның бірі Қыпшақ ақыны Құтып жазған Хұсрау Оуа Шырын дастаны. Қазіргі тілімізде кездесетін көптеген лексикалық бірліктердің тарихи мағынасын дастан тілімен салыстыра отырып айқындауға болады. Мәселен, қазіргі тілімізде шамаңа қара, әліңе қарай әрекет қыл деген мағынаны білдіретін көрпеңе қарай көсіл деген фразеологиялық тіркес бар. Ал бұл тіркестің әу баста қалай айтылғанын білесіз бе? Қыпшақ ақыны Құтып жазған Хұсрау Оуа Шырын дастанында күлеміңге көрі көсіл аяқны, яғни аяғыңды кілеміңді көріп көсіл деген формада жұмсалған. Көсіл етістігінің мағынасы тегіс жерге отырғанда немесе шалқадан жатқанда тізені бүкпей, аяқты созып жату деген ұғымды білдіретінін ескерсек, бұл фразеологиялық тіркестің құрамындағы сөз әу баста көрпе емес, кілем болғандығын көреміз. Жазба мұралардан бұндай қызықты ақпараттарды молынан кездестіруге болады.